Әл-Бақара сүресі 264-273 аяттар. Уа иман келтірген жандар! Аллаға, ақырет күніне шынайы түрде сенбейтін, дүние мүліктерін өзгелер көрсін деп мақтан үшін шашқан пенделер секілді, өзгелерге бергендеріңді міндетсініп, ренжу арқылы садақаларының сауабын жойып алып жүрмеңдер. Ондай пенделер үстіне жұққан шаң, топырақты нөсер жауын жауып кеткен жалаңаш тас секілді. Сол сияқты олар қияметте өздерінің сауаптарын ала алмайды. Күпірлікке ұрынғандарды Алла тура жолға салмайды. Ал өзінің мал-мүлкін Алланың ризалығы үшін және өз жүректеріндегі сенімдерін күшейту ниетінде жұмсайтындар, нөсер жауып өтсе, екі есе жеміс беретін, тау бөктерінде жайнап өскен бақша секілді. Ал жаңбыр жаумаған кезде оған сіркіреген жаңбыр немесе шықтың ылғалы да жеміс беруіне жеткілікті. Барлық істеген амалдарыңды Алла толық көруші. Сендердің біреулеріңнің балаларың тым жас, дәрменсіз болып, өздеріне кәлік жеткен кезде алуан түрлі жемістер жайқалып, арасынан бұлақтар аққан құрма бақтарыңның дауыл соғып, найзағай түсіп, өртеніп кеткен қалар ма едіңдер? Алла өз аяттарының мәнін осылай түсіндіреді. Бәлкім ойланарсыңдар. Уа иман келтірген жандар! Тапқан табыстарыңнан және сендер үшін біздің жерден өсіріп шығарғандарымыздың ең жақсыларынан садақа беріп жұмсаңдар. Көз жұмбайлықпен немқұрайлы түрде ала салатындай жағдайда болмаса, өздерің жоламайтын жаман дүниелерді садақаға беруге ұмтылмаңдар. Біліп қойыңдар, Алла асабай, даңқты. Ал лағнетке ұшыраған шайтан болса, сендерді кедейлікпен қорқытып, арсыздық істер жасауға бұйырады. Бірақ Алла сендерге кешірім жасаймын, жарылқаймын деп уәде береді. Ақиқатында Алла шексіз жомарт, бәрін білуші. Ол Құдай өзі қалаған құлына даналық сыйлайды. Сондықтан да кімге сыйлыққа даналық тартылса, сол игілікке кенелген жан. Алайда бұндай өнегеден тек ақыл иелері ғана ғибрат алады. Алла жолында қандай қаржы қаражат жұмсағандарыңды да, қандай ант бергендеріңді де Алла біледі. Ал зәлім пенделердің еш жәрдемшісі болмайды. Егерде таратқан садақаларыңды өзгелерге көрсетіп берсеңдер, ол ізгі іс. Дегенмен оны жоқ-жітіктерге жасырын таратсаңдар, қайырлы одан да көп. Сол арқылы Алла кейбір күнәларыңды кешіреді. Алла барлық істеген іс-әрекетіңді біліп тұр. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Оларды хақ жолға салу сенің міндетің емес. Кімді қаласа, Алла өзі соны тура жолға салады. Қандай қайыр садақа берсеңдер де пайдасы өздеріңе болады. Тек Алланың разылығын тілеп қана беріңдер. Өз игіліктеріңнен не жұмсасаңдар да сендерге толық қайтарылады. Ешқандай әділетсіздікке ұшырамайсыңдар. Бар уақытын Алла жолына ғана арнаған, жеке басына мал табу үшін жер бетін кезуге мүмкіндігі жоқ кедейге садақа беріңдер. Жөн білмейтін жандар олардың қол жайып тіленбегеніне қарап, бай екен деп ойлайды. Ондай тақуа жандарды өзгелерге өздері жабысып, көмек сұрамайтын тәубешіл қасиетінен танисың. Қандай да болмасын игілікті іс жасасаңдар, Алла біліп тұрады.